Бәйгітөбе ауылында спорт кешені ашылды. Бұған балалар қуанып жүр. Жаңа кешенде спорттың 19 түріне шыңдайтын жаттығу залдары бар. Жалпы кейінгі 5 жылда өңірде 40 спорт нысаны салынса, оның 27-сі ауылдарда бой көтерді. Жыл аяғына дейін Қызылқоға, Махамбет және Индерде спорт мектебі пайдалануға беріледі. Бәйгітөбенің балалары бұрын аудан орталығы Мақат кентіндегі секцияларға теміржол өткелі арқылы қатынайтын. Енді ауылды заманауи талапқа сай жабдықталған спорт кешені бар. Мұнда спорттың 9 түріне шынығуға болады. Ауыл балалары жаттығу кестесіне қарамай қолы қалт етсе залға ағылады. Бүгін волейболдан ағалардың өнеді. Бізге ұрыспайды, футбол ойнатады. Бұрын арғы өтке баратын едік Мақатқа. Қазір бәйгеден ашылып, жақсы болды. Үйдің қасынан балдармен күнде келіп кешкісін футбол ойнаймыз. Мақат ауданының жастары футболға бұрыннан бейін. Спорт кешендерінде қолайлы жағдай жасалғаннан кейін күрес түрлеріне де машықтана бастаған. Бүгінде аудан бойынша дзюдоға 100-ден астам талапкер қатысып жүр. Енді оған Бәйгітөбе ауылының балалары да қол жеткізді. Осы ашылып отырған спорт кешенге де жаңадан балалар жинақтаудамыз. Соның өзінде қазірдің өзінде 20-30 шақты баламыз жинақталып қалды. Балаларды жалпы 10 жастан жоғары қабылдаймыз. Нәтижеміз жаман емес. Ауданда 12 мыңдай адам салауатты өмір салтын ұстанады. 3 спорт кешенінде 2000-нан астам жасөспірім спорттың 18 түрін меңгеруде. Олардың алды облыстық, республикалық спартакиадаларда топ жарып жүр. Бастысы ірі спорттық сайыстарды өзімізде өткізуге мүмкіндік бар дейді аудандық спорт басшысы. Жыл басынан бері осы 47 спорттық шара өткізілді. Оның ішінде 16-сы республикалық жарыстарымыз. Сол жарыстардан манағы жастарымыз шыңдалып, қазіргі таңда облыстық, республикалық және әлемдік деңгейде үлкен жетістіктерге жетіп жүр. Атап айтатын болсам, дзюдо спорт түрінен күні кеше Бақтыгерей Заманбек спортшымыз әлем кубогінен жүлдегер атанды. Одан бөлек Кәусар дейтін қызымыз дзюдодан Қазақстан Республикасының жүлдегер атанды. Соңғы 4 жылда облыста 36 көпсалалы спорт кешені мен 25 жазғы ойын алаңын салу жоспарланса, 42 нысан іске қосылды. Жыл аяғына дейін Қызылқоғада 2, Махамбетте 3 спорт кешені пайдалануға беріледі деп күтілуде. Қалған құрылыстар келесі жылдың еншісінде. Арыстанбек Кенжайбек, Байзақов, Жандос Рахметуллин, 24 KZ, Атырау облысы.